Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бір жасағаннан ең сәтті шығатын құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан менің каналыма жазылып алыңыздар. Алдағы уақыттарда дәл осылай бір жасағаннан және сәтті шығатын рецепттерді салып отыратын боламын. Ал енді біз 5 минут деп құймағымызды бастайық. Бұл үшін бізге ең алдымен 4 жұмыртқа керек. Сіздерге менің лайфхагым болсын. Кез келген тортты, пирогты пісіретін кезде олардың техникаларын дұрыс пайдалансақ, біздің жасап жатқан пирогымыз өте сәтті шығады. Мысалы, жұмыртқаны біз барлық торттарда көпіртеміз. Сол сияқты бұл құймақтарда жұмыртқаны жақсылап көпіртіп алуымыз керек. Енді 1 чай қасық тұз қосамыз. Енді біз қантымызды қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Енді бізге бөлме температурасындағы 1 литр көлемінде сүт қажет болады. Бірақ біз 1 литр сүтті барлығын бірден құйып тастамаймыз. Оның екеуін кезекпен 2 немесе 3 бөлікке бөліп құямыз. Ұнымызды елегіштен өткізіп салған өте маңызды, себебі көпіріп тұрған қоспамызды бірден басылып қалуы мүмкін. Енді 1 чай қасық разрыхлителімізді қалған ұнымызға араластырып, қоспамызға қосамыз. Төрт ас қасық сұйық май құямыз. Ең соңында 1 пиала қайнаған суды құйып араластырамыз. Енді отты орта дәрежеге қосып, табамызды бір-ақ рет майлап алып, құймағымызды құйып пісіріп ала береміз. Отты қатты қоюға болмайды, себебі құймағымыздың түсі бірден қоңыр болып күйіп кеткен сияқты болып қалуы мүмкін. Ал егер қатты баяу қоятын болса, құймағымыз қатты болып қалады. Сондықтан отты орта дәрежеге қойған дұрыс. Өздеріңіз көргендей түк те қиындығы жоқ, және үйдегі бар заттармен ғана осындай дәмді